сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз жаңа сабақты қарастыратын боламыз. Ол үшін бізге Айдар мен Дана көмектеседі. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы кестелік көбейту және бөлу. Ол үшін видеоға назар аударамыз. Дана, көбейту кестесін жаттап тұрсың ба? Жоқ, мына кесте менің дәптерімнің сыртындағы кестеге қарағанда ықшамды екен. Жаңадан шыққан ба деймін? Жоқ. Пифагор өте ерте заманда, бұдан 2500 жылдай бұрын өмір сүрген грек математигі. Сондай көне заманда да адамдар көбейту мен бөлуді білген бе? Ендеше біздің білмегеніміз ұят болар. Әрине ұят. Сен көбейту кестесін жатқа білмейсің бе? Білем, бірақ бөлудің де кестесі болса жақсы болар еді. Дана, көбейту мен бөлу кері амалдар. Қарашы, 3-ті 2-ге көбейткенде 6, 2-ні 3-ге көбейткенде де 6. Анығырақ болу үшін кестедегі 3 бұрышты тақтада бөлек көрсетейін. 6-ны 2-ге бөлсең 3, ал 3-ге бөлсең 2 шығып тұр емес пе? Демек ол бөлудің де кестесі. Қане, өзім көрейінші. Мысалы, 6-ны 7-ге көбейткенде 42 болады. Керісінше 42-ні 6-ға бөлсем 7, ал 7-ге бөлсем 6 қалады. Демек көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біріне бөлсе, онда екінші көбейткіш шығады екен. Дұрыс айтасың. Осыған керісінше бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтсе, бөлінгіш шығады. Ал егер бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе, онда бөлгіш шығады. Қараңызшы, кез келген санды бірге көбейтсе де, бөлсе де, сол санның өзі шығады екен. Санды 10-ға көбейту мен бөлу де еш ойлануды қажет етпейді. 10-ға көбейту кезінде санның оң жағына 1-0 жазылады, ал 10-ға бөлу кезінде бөлінгіштің соңындағы 1-0-ді алып тастайсың. Мендегі кесте жеке сандардың көбейтіндісін бөліп жаттауға ыңғайлы болғанымен, көбейту мен бөлудің байланысын түсінуге мына кесте жақсы екен. Ендеше оны бекітіп көрейік балалар. Көбейту мен бөлу кері амалдар. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Жарайсыңдар. Көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біріне бөлсе, онда екінші көбейткіш шығады. Дұрыс, жарайсыңдар. Ал бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтсе, қайтадан бөліндінің мәні шығады. Жарайсыңдар. Кез келген санды бірге көбейтсе де, бөлсе де, сол санның өзі шығады. Және 10-ға көбейту кезінде санның оң жағында 1-0-ді алып тастаймыз. Жарайсыңдар. Біз барлығын дұрыс шешіппіз. Сонда көбейту амалына кері амал бөлу болып табылады.